Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті академиясы коронавирус инфекциясының таралуына тосқауыл қою мақсатында карантиндік іс-шараларды атқаруда. Курсанттар мен қызметкерлердің денсаулығына айрықша мән беріледі. Жеке бастың қауіпсіздігі үшін барлық нысанда санитайзерлер орнатылып, стерилді маскалар мен қолғаптар және антисептиктермен қамтамасыз етілген. Академия аумағын індеттен қорғау үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасы Кәрім Қажымқанұлы Мәсімовтің тапсырмасымен арнайы әрекет ету жоспары қабылданды. Медициналық қызметкерлер коронавирусты анықтау бойынша даярлықтан өткен. Кезекші дәрігерлер күніне 2 мәрте тексеру жүргізеді. Әлемді әбігерге салған коронавирус індетіне қарсы тұру мақсатында оқу орнында санитарлық эпидемиологиялық режим күшейтілген. Курсанттар мен тыңдаушыларды оқшаулау бойынша карантиндік аймақтар анықталып, курс жетекшілері мен техникалық қызметкерлер және асхана жұмысшылары оқшауланды. Ел қауіпсіздігін көзінің қарашығындай күзете білетін білікті мамандар даярлау үшін академияда үздіксіз білім беру жолға қойылған. Курсанттар мен тыңдаушылар оқудан қол үзбеу үшін қашықтан оқыту процесі ұйымдастырылған. Қимыл әрекетке құрылған сабақтар құпия режимді сақтау арқылы телекоммуникациялық құралдармен өтеді. Курсанттар мен тыңдаушылар карантинде өзін оқшаулауға айрықша мән береді. Кесте бойынша онлайн сабақтарын оқып, дене жаттығуларын жасап, өзін дамытуға арналған видеотренингтерге қатысады. Адам көп шоғырланатын спорттық және басқа да іс-шаралар мен жиналыстар уақытша тоқтатылды. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік академиясы қолға алған тағы бір жұмыс аз қамтылған отбасыларға қолдау көрсету. Төтенше жағдай кезінде қиналып қалған ардагерлер де әрдайым ұжым назарынан тыс қалған емес. Қызметкерлер өз денсаулығына залал тигізбеу үшін азық-түлік пен дәрі-дәрмектерді тікелей байланыссыз жеткізеді. Бекеттен өтетін әрбір көлік залалсыздандырылады. Дезинфекциялау жұмыстары да кестеге сай жүргізілуде. Сақтық шаралары бойынша тұрақты және ауыспалы құрам арасында ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, жүйелі тапсырмалар берілді. Академияда санитарлық гигиеналық талаптарды сақтау басты назарда.